Сәлем достар, бүгін бізде Омбыра толқынның екінші шығарылымы. Бүгін біз мұғалімдермен қызықты сұхбаттар жүргізіп, олардың мектеп кезіндегі оқиғаларын бірге еске түсіретін боламыз. Ендеше кеттік. Ендеше достар, біз бүгінгі бірінші сұхбатымызды мектебіміздің тәрбиесі жөніндегі орынбасары Гүлжан Айдархановадан сұрайтын боламыз. Қайырлы күн апай, бүгін сізбен бірге біздің мектебіміздің тыңдармандарына өзіңіздің мектеп кезіңіздегі қызықты оқиғалармен бірге бөліссеңіз. Қандай қызықты оқиғалар бар. Біз мектеп кезін 2005 жылы бітірдік. Міне биыл бізге 20 жылдық болады. Соңғы қоңырауына барамыз мектептің. Сол кезде көп нәрсені еске түсіретін шығармыз. Қандай қызықтар болды. Бізде вечерлер болатын. Сол жерлерде әйтеуір қызықтар көп болатын. Ұлдар қыз болып киініп келетін. Одан кейін біздің іс-шараларымызда бір қыздар сыны, қыз сыны деген жарысты ұйымдастырдық. Жаңағы концертімізде. 10 класста есімізде. Сол кезде бір қыздар, жігіттердің барлығын төртеуінде қызғып киіндіріп жарыстырғанбыз. Ана Шымкент қаласынан келген, Қызылорда қаласынан келген деп. Сол кездегі ұлдардың қыз болып киінген киімдері әлі есімде, күлкілі, өте күшті ойнатып алып шықты сол. Үлкен рахмет апай, сіздің оқиғаларыңыз өте қызықты болды. Ал достар, біз келесі ұстаздарға кеттік. Ал достар, біздің кезекті сұхбатымыз мектебіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Нұрболат ағаймен болады. Ағай, бүгін бізде сізбен сұхбат, мектебіміздегі қызықты сәттеріңізді біздің оқырмандармен, тыңдармандармен бөліссеңіз. Енді біздің кезде көптеген қызықтар болды. Енді бұзықтық бар, басқасы бар. Ең бір есімде қалғаны еңбек сабағынан қашып, одан кейін келесі сабағында ағай кеп ата-аналарын шақырыңдар деген кезде ағай лучше ұрыңыз, болмаса бір жұмыс тапсырыңыз деп бізге сол кезде әке-шешеміз естімесе болатын. Қалған барлығына көнетінбіз. Біздің кезекті сұхбатымыз мектебіміздің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Елеман ағаймен болмақшы. Ағай, біздің сұхбатымызға қош келдіңіз. Бүгін сізден сұрағым келгені мектебіңіздегі қызықты оқиғалармен бөліссеңіз. Қош көрдік. Өзім оқушы болған кезде қайсы бір еске түседі. Бір оқиға болған, жалпы мектепке, мен өзім мектепке жолда жүретін кезде шаң болатын жол. Асфальт жоқ ол кезде бізде. Бана төте жолмен кетіп бара жат, міндетті түрде мектепке жақындаған кезде аяқ киім шаң болып қалады ғой. Соны сүртетінбіз, міндетті түрде сүртіп, таза болып мектепке кіретін өзімнің бір әдетім бар еді. Сол мектепке жете берген кезде, бана туфлимді сүртіп алайын деп, прям мектепке жетіп қалдым уже. Мектептің бұрылысына келген кезде еңкейіп аяқ киімді сүртіп, щеткім, спонжикті шығарып аяқ киімді енді сүртейін деп жатсам, бағанағы жаздың күні киетін сланцы дейді ғой. Сондай тәпішкемен кетіп қалыппын. Соны көріп, не сабаққа кешу керек болды, немесе бағанағы сол шлепкімен жүре беру керек болды. Екі таңдаудың бірінде сол шлепкімен жүре беріп таңдадым. Сондай бір қызықты оқиға болған. Күні бойы сол шлепкімен жүрдім. Өте керемет. Ал достар, біздің сұхбатымыз аяқталды. Біздің осымен екінші шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Ендеше келесі шығарылымда кездескенше.